басымы вақтандамайтын аға жер бетінің ақымағы келді махаббатты кінәлаймыз бекерді жүрегінің тыңдамайтын аға жер бетінің ақымағы келді махаббатты кінәлаймыз бекерді екеуміз қарасам көзің танбайды сағынған жанға жете алмай қаншама гүлдер сарғайды ғашықсыз өмір өмірме егілме жаным егілме көктегі күнге қол созған не дерсің мынау көңілге күлерсің дағы жыларсың дағы шыдарсың жазылмас дертің дауасын жаным ау кімнен сорарсың ғашықсыз өмірме жаным егілме көктегі күнге қол созған не дерсің мына көңілге махаббат мәңгі ертегі көңілдің күйін шертеді ертіп бір жүрсең шіркін еліктей солду еркеді ғашықсыз өмірме көктегі күнге қол созған не дерсің мынау көңілге күлерсің дағы жыларсың жыларсың дағы шыдарсың жазылмас дерттің дауасын жаным ау кімнен сорарсың жаным ау кімнен сорарсың қоңыраулатқан аспанда найзағай шаншып өткенде есіңе мені алғайсың қоңыраулатқан аспанда найзағай шаншып өткенде есіңе мені алғайсың Жазда барғанда арманда
Адамдық бәні ашалған, адалдығымен жасарған, жақсылық жасап жарысып, бірінен бірі ясалған. Қанында тек бар адамдар, ауылда ғана жасалған. Сабырлық сыйлап санаға, көңілі ұқсап анаға, сыймаған мынау далаға, жанының қалауы. Шаншыға ғана жараған, барлығын баққа балаған, жүрегі үлкен қалаған, ауылдың адамы, ей ауылдың адамы. Сабырлық сыйлап санаға, көңілі ұқсап далаға, сыймаған мынау қалаға, жаныңның қалауы. Шаншыға ғана жараған, барлығын баққа балаған, жүрегі үлкен қалаған, ауылдың адамы, ей ауылдың адамы. Қалған Samsung, Huawei, Oppo дегендер сәл тоқтатайық. Қайырлы кеш, қайырлы күн. Бүгінгі керемет күнді 20 жылдан өткеннен кейін ұлы адам Мұхтар Әуезов атында берілген білім ошағының бір топ түлектері арнайы дастархан жайып, бас қосып, 20 жылдан кейін қанаты қатайып, елге келіп, әрине бүгінгі ұлағатты ұстаздарын құттықтап, Қалаберді іздерінен ерген шәкірттерді құттықтап, осында бас қосып жатқан 20 жылдық, яғни 2005 жылы Мұхтар Әуезов атындағы білім ошағынан түлеп ұшқан түлектердің мерекелік кешіне қош келдіңіздер, бәріңізді қош көрдік деп қол соғайық. Рахмет. Енді жүректері алып ұшып, бір-бірін сағынысып, араға 20 жыл салып, сол түлектер бір-бірімен қауышқалы жатыр. Қазір сол түлектерімізге құрмет көрсетіп, орнымыздан тұрып шапалағымызды ұрып, бүгінгі 20 жылдан кейінгі бас қосқан түлектерді әуезді әнмен қарсы алып алайықшы. Ең бірінші жар салайық, қол соғайық. Мұхтар Әуезов атындағы 2005 жылы түлеп ұшқан түлектерді әуезді әнмен қарсы алайық. Қарсы алыңыздар. Қол соғайық, кәнекей, ұлағат ұстаз бастап келе жатыр. Ағыласы, бұғыласы бұл соғымыздар.
50-ге тарта ер азамат осы 2005 жылы Мұхтар Әуезов атындағы мектептен түлеп ұшты десек, бүгін міне сол мектепке барып 20 жыл өткеннен кейін сағынысып, қоңырау ұрып өткенді еске алып, қала берді қол жайып дұға жасап, арасынан кеткен жора жолдастарды еске алып, расында өткенді еске алмай болашаққа бағдар жоқ деген. Тарыдай болып кіріп, таудай болып шыққан шәкірттер енді қатар сиремей қайта ұрпақтарыңызбен көбейіп, 30 жылда, 40 жыл, 50 жылда барлықтарыңызға бас қосу бұйырсын дейміз. Марқұм елге есімі белгілі талай шәкіртті қолынан түлеп ұшқан, өздеріңіз білетін, сол сіздер білім ошағында білім алып жатқан сәтте Сәуле Сания қызын бір еске алып, қазір 1 минут үнсіздік жарияласақ, қала берді араларыңыздан 1 минутқа еске алайық деп бастап ниет қылып жатқан жағдайымыз бар. Сәл сабыр қылайық, 1 минут үнсіздікпен еске алайық. Рахмет, Алланың нұры жаусын. Әрине, өлі разы болмай тірі байымайды деген. Қаншама мінберден ел басқарған Сәуле апайымыздың елдің есімін ел біледі. Мына жерде қазір 20 жылдан кейін оралған жігіттердің бірі отбасының тірегі болса, әдемі қыздар бір-бір отбасының шырағына айналып, қала берді бірі осы Қазақстан Республикасына өз үлесін қосып, мемлекеттік қызмет атқарса, бірі осы алақандай Бәйдібек ауданы 54 мың халқы бар осы Шаяндың атын шығарып жатқан мықты сендір мен атайын деген жігіттердің барлығына Алланың нұры жаусын. Осы 40 шақты жігіт ұйымдастырып, осы білім ошағынан ұшып кеткен қыздардың, сыныптастардың басын қосып, оны ерінде бір ауыз көргендерге қол соғып қоюға болады. Қала берді сол өздері төлеп ұшқан Мұхтар Әуезов атындағы мектепке бүгін өшпестей із қалдырып, өсіп келе жатқан іні бауырға расында кеше ғана жаңа келгенде айтып жатыр, тілге тиек етіп жатыр, арттарында жақсы осы өсіп жатқан шәкірттердің бәрін маңдайына күн тимесін, жел тимесін деп, осы істеп атқан Алланың үйі мешіттің алдына жасалып жатқан құрметтің бәрі еселеніп, Құдайым қаласа әрбір отбасыға бақытымен, берекесімен, қайырымен қайтсын дейміз. Расында бұл жерден Шаяннан мақтамаймыз, мақтанатын аудан. Бәйдібек ауданы не әкім шығады, не ақын шығады деп мақтанамыз. Сол мақтанатын елдің туын биік ұстап, Алла қаласа әрбір жігіттің кәсібіне, ісіне, жанұясына жақсылықтар тілейміз. Аллах тағалам бастарыңызды тек жақсы күнге қосу бұйыртсын дейміз. А класы, Ә класы, Б класының жігіттері жасай берсін. Сол жігіттерді баптап атқан қыз келіншектер, оның ішінде отбасын ұстап атқан баршаңызға Алланың нұры жаусын деп бір қол соғайық. Суретке түсіп алып ортаңыздар. Келіңіздер, ортаға тұрайық, бір суретке. Кәнекей бір, екі А класының түлектері алдарыңызда. Үлкен рахмет сіздерге. Ә класы қайда? Кәнекей Қалдыкүл апайымыз бен Алифа апайымыз орта қалып, Ә класының түлектеріне бір қол соғып құрмет көрсетіп қойсақ болады. Міне ұлағат ұстаз Ұлаш апайымызды ортаға. Кәнекей, бірдей қарайық. Рахмет. Кәнекей, кіріңіздер ішке қарай. Сырттағы жігіттер жайғасыңыздар, дастарханның басынан орын алыңыздар. Мына жақта да араласып отыра берейік. Тек қана
арнап 20 жылдан кейінгі бас қосқан түлектерге жақсы тілегін айтып, қалаберді өздері берген тәлім тәрбиенің арқасында қаншама шәкірттің жетістікке жеткеніне көзі көріп, бүгінгі таңда сол Мұхтар Әуезов атындағы білім ошағының оқу ісінің меңгерушісі болып, қазіргі таңда Күлтөбе мектебінің көшбасшысы болған Айтбек ағай, келіңіз ортаға. Осы ақ тілекті өзіңізден бастайық. Оның үстіне ұлағатты ұстаз, қазіргі ардагер, осы шәкірттердің бір мақтанышы, тілге тиек етіп тастамай, біз осы апайдың қолынан тәлім алғанбыз деп Қалдыкүл апайымызды қол соғып шақырайық. Қазір сол Мұхтар Әуезов атындағы білім ошағының яғни орынбасары Ерлан ағай, келіңіз ортаға сізде. Ерлан ағамызды да шақырамыз ортаға. Келіңіздер ақ тілектің алаңына. Осы ардақты үш ұстаздың тілегімен бастасақ деген ниетіміз бар. Кісілер, енді Айтбек ағайдың еңбегін айтпай кетпей тағы болмайды. Себебі осы айтып жатқан түлектердің барлығына тәлім тәрбие беріп, сол Мұхтар Әуезов мектебінде марқұм Сәуле апайдың кеудесінен жан кеткенше жанында болып, сол кісінің оң қолына айналса, қазіргі таңда бір білім ошағының көшбасшысы. 20 жылдың уақыт өткенде мынау түлектерді көріп көз жеткізген шығарсыздар. Қалдыкүл апай, қуаныштарыңыз құтты болсын. Осындай түлеп ұшырған шәкірттер бүгін құрметтеп, сіздерді ақ дастарханның ең жоғарғы шыңына шығарып, Қалаберді 6 алаш жиылып, жиын жасаса төр ұстаздығы деген. Сол бүгін төрден түспей, осындай керемет шәкірт тәрбиелерінің арқасында бүгін қаншама жақсымен жайсаңмен құрметіне бөленіп жатсыздар. Айтбек ағай, аман есен пенсияға шығып, зейнеттің енді Құдайым қаласа рахатын қуанышын көру бұйырсын. Түлектер сәл бер қарай назар бұрайық. Осы кісілердің ақ тілек, ақ ниетімен бастайық қанекей. Рахмет. Қадірменді қауым, құрметті ұстаздар, мына Әуезов мектебінің Қара шаңырақ мектебін бітірген түлектер, мынау келіп отырсыздар ғой, былтыр 86-85-тер көріп отырмыз мынау. Жылдағы мынау дәстүрге айналған, яғни ауданда, облыста деймін, республика көлемінде де белгілі Мұхтар Әуезов мектебі, содан түлеп ұшқан түлектеріміз бүгін енді аудан, облыс, республика көлемінде де белгілі отырсыңдар. Сендердің сондай үлкен жетістікке жеткендеріңе біз әр уақытта қуанамыз, қуаныштымыз да. Мына бүгін бір 20 жылға жасарып отырмыз. Жылдағы дәстүрге сәйкес, жылда осы май айында күтеміз осы түлектер. Биылғы 87-лер келе 88 дегендей осындай бір бақытты кезең, бақытты күндеріміз деп саналады. Жылда бір үлкен бір тарихқа артқа шегініс жасап, осы 20 жыл бұрын өткен түлектердің өткен өмірлерін, көз алдымыздан қалай түлеп ұшқандарын, өмірге қалай қадам басқандарын, соның бәрін көз алдымызға елестеп бүгін үлкен бір қуанышта отырған жағдайымыз бар. Сондықтан мынау бұдан 20 жыл бұрын бітірген түлектер, сендерге жақсылық, бақ береке, кетпес дәулес кең пейіл берсін. Мынау ұстаздарымды шақырып осында төрге шығарып, марапаттап, мынау бүгін күтіп жағдайын жасап отырсыңдар. Лайым жақсылықтарың Алла көріп, мына бүгін үлкен құран бағыштап өмірден өткендерге, онда өздеріңіз ол мектеп табалдырығында жүргенде өздерің алған білімдеріңді, көргендеріңді осы өмірде пайдаланып, бүгін үлкен азаматша болып ортаға оралып отқандарыңа мыңда бір алғыс. Жақсы, берекелі күндерде кездесуді Алла нәсіп етіп, сендерге тек қана ақ жол болсын, өмірде ұзақ, бақытты, берекелі болып өсе берулеріңе мен шын жүректен тілектеспін. Рахмет. Міне, 3 сыныпты бітірдіп, қолдан түлеп ұшырып, бүгін 20 жылдан кейін қауышып жатқан барлықтарыңызды мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтап, расында беріп жатқан бүгінгі қайыр садақаның бәрін Құдай қабыл қылсын, мұраттарыңызды асыл қылсын, әрбір іс-әрекетті жаратқан иеміз кәміл қылсын. Ошақтың да шаяқ осы құламайды деген. Осы 3 сыныптың түлектері аман тұрса әлі талай Қазақстан Республикасының белесін бағындырады. Сіздер берген ақпата, сіздер берген білім, Қалаберді тәлім тәрбиені ұштастырып алға қарай жалғап келе жатқан алтынастай азаматтар, әдемі қаракөз қызғалдақ қыздар,
бүгін енді осы кештің тағы бір құттықтауын, алғашқы ақ тілегін, ақ ниетін Қалдыкүл апай өзіңізден сұрағалы жатырмыз. Сіздің де ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Шәкірттің еңбегін еселеп береді сауабын деген. Қалаберді инемен құдық қазғандай еңбегін бағалайтын, ұстаз қауымын барлық жерде жоғарыға қоятын, қасиет анадан берілгенмен өмірге тәлім тәрбиені беріп бейімдейтін осы әрбір ұстаздың адал еңбегінің арқасы. Ғұмыр жасыңыз ұзақ, түлектердің тілектері сіздерге тілеген қабыл болып, Аллахым екі дүниенің бақытын берсін апай. Рахмет, өте көп рахмет. Мына бүгінгі отырыс, бүгінгі іс-шара, бүгінгі кездесу, мен өзім ойлап отырмын, мына тойбасшы Тамаданың болысынан бірнеше жағы үлкен облыстағы, республикадағы үлкен жиындарды басқарып жүрген, өте салауатты, саламатты, сөз саптауы өте шебер Тамаданың келіп бастауы бүгінгі кештің өте салмақты болып, өте керемет болып өтуіне бір леп беретін сияқты. Жылда енді біз осында келгенде жағы КВНнен шыққан негізгі тамадалар келіп, өздері жүректері лүпілдеп, бір-бірін енді көріп, әңгімеге бет бұрып, сен кімсің деп отырған кездерінде, одан сайын сол Тамаданың лебімен, желпуімен, мына жердегі тыныштық кішкене сақталмай, ұстаздар қауымы сәл кішкене ойпырмай деп қалушы еді. Енді бүгінгі жиын осындай Алла тағалам берген тұлғасы да салмақты, сөзі де салмақты, керемет бір тойбасшының ықпалымен керемет өтуіне тілектеспін. Бағалаңыздар тамадаларыңызды. Өте керемет. Онда сізге де ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Осылардың 40 жылдығында да төрт көз түгел қауышу бұйырсын. Сіз ұлағат ұстаз боласына берік тыңдайды сізді. Қайтарда Тамадан сұраған бер жібер деп айтыңызшы мақма? Көп болса бай. Бережан айналайын. Енді кешіріңдер, артық көрсем кетсем. Өзінің көкемді әйтеге әкелесіне ау дейме, басқа жаққа кетпесін, көкеме кетсін деп ше. Жеңімнің баталары емес о бұл кісі. Біліп тұрмын ғой сонымен де. Әлі ортақ не көше, акциялардағы жиналыс бітті. Құрметті сексендетілер. География сабағы басталды. Не істеу керек? Не істеу керек? Олжас қайдасың маған сен айтылуын ғой не істеу керек екендігін. Бар ма Олжас? Бәсе. Енді құрметті Қабырбек мектепке, құрметті бүгінгі күннің себепкер түлектері, қонақтар, бір жыл бұрын бітірген, Құдай қаласа келесі жылы осындай 20 жылға келетін 88-ші жылғы түлектер, бүгінгі іс-шараның өтуі барлығы өздеріңе байланысты. Таңнан бері әуезов мектебіндегі барлық іс-шара сендер үшін, сендердің мектептерді сағынып келгендегі сағыныштарыңды басу үшін барлығы ұйымдастырылды. Ол оңайдан келген еңбек емес, үлкен еңбек, қаншама ұстаздың тері төгілді, қаншама оқушылар сабағынан кеш қайтып, үйлеріне кеш барып, ойындарын кеш ойнап оған дайындалды. Сондықтан да осындай күндерді бағалауымыз керек. Осымен ұмытып қапсыңдар 20 жылға ше, қайттан сабақ өте мәулейм осы, әлді болса. Енді бүгінгі іс-шараның өзінің бастауынан бастап, бізді ұстаздар қауымы бір ерекше нәрсеге баға бердік. Қазір енді бағалау баяғыдай 5 балл емес 10 баллмен өздерінің ұстанымдарын, ұстауларын қойдық. Ал енді мынау бүгінгі кештеріңе ортасына дейін баға қойып кетеміз. Оның бәрі өздерінің қазіргі ұстазға деген болсын, немесе сыныптастарына деген болсын сөйлеген сөздерін тыңдаумен бағаланатын шығар. Әрбір жылдың түлектерінің өзіндік ерекшеліктері болады. Бағана мектепте айтып кеттім, бұл түлектің мектеп тарихында қалдырған үлкен ізі
бізді тағы да айта береміз, ұлттық бірыңғай тесттен бұлардан жоғары жаңағы білім сапасы мен үлгерімді әлі күнге дейін ешқандай түлектер берген жоқ. Біз оны әлі күнге дейін сендерді үлгі тұтамыз, әлі күнге дейін еске алып отырамыз. Сондықтан да әрқайсың ұстаздардың жүрегінде қалған керемет сүйікті шәкіртсіңдер. Енді мені пән мұғалімін кешіріңдер, енді өзім пәніне қосып, кішкене өзім сүйікті оқушыларым туралы айтуға болатын шығар енді. Мен енді ол кезде ұлттық бірыңғай тест енді басталған 4-ші пән географиядан жаңағы әсіресе А класының 80% ер балалары пәнді таңдаған отырған. Солардың барлығы жаңағы рахат бар. Құдайға шүкір, барлығы қазір жаңағы өзін затпан берікті мен анау банкетінде маған екен жаңағы Құдай қаласа менің географтарым ел қасқарат әкім болады деген екен. Дегем сол кезде. Берік есіңде ма? Бәрі Беріктің әйелінен көріп жатыр. Сізден екен ғой? Ол менен. Құдайға шүкір сол сөзінде Алла тағалам аумин деп енді баламыз Құдай қаласа ауданда енді басшы құрамда отыр. Bir şəhərdim облыста жаңағыдай білім департаменті істеп қазір білдей бір ауданның білім бөлімінің басшысы Рахат. Осы сияқты көптеген шәкірттер мысалы бөлім басшылары енді кім отыр? Бауға отыр, Бауыржан отыр. Ода жаңағы құттықтағасы бір енімді осы аудандағы жаңағы белгілі үлкен кәсіпкер. Көшеден көтерілген. Кәсіпкер абзалдар менің сүйікті шәкірттерім болып саналады. Барлықтарын білдесіңдер. Мұғалімге жаңағы көшеде көргенде саламатсыз ба апай деп сәлем бергеннің өзі қаншалықты үлкен мәртебе. Ал енді бұлардың ішінде сәлемін беріп, оның ішкі сәлемін беріп жүргендер өте көп. Сондықтан да сендерге деген ыстық ықыласым, ұстаздық жүрегім менің жағы үнемі соғып тұрады сендерге деген. Алдағы уақытта отбасыларға амандық тілеймін. Құдай қаласа Алланың берген бағы болсын. Алла тағаланың берген ұрпақтарын тәрбиелеп, солардың тек қана жақсылықтарын көруге, өсіңдер, өніңдер, сендерді тек қана биіктерден көріп, мақтанып жүрейік. Бәрі кереметсіңдер, айналайындар. Бәрінің әртүрлі салада, әртүрлі қызмет етіп, соны абыроймен атқарып жүрген жандарсыңдар. Біз сендермен мақтанамыз. Мына бүгінгі кешті айтуға ашып деп жариялаймыз енді. Бір қол соғады. Адамның көңілі екі нәрседе толқиды. Біреуі қатты мұңайғанда, біреуі осы Қалдыкүл апай құса шәкірттерінің алдында шын мақтанып қуанғанда. Әрине тілге тиек ететіндей, елге еңбегін, жақсы еңбегін елдің ішінде жүреді деген осы. Елге етіп атқан әрбір азаматқа құттықтап, енді бәрінің жалпыны құттықтап тұруға мүмкіндігі жоқ, бірақ келгендей айтып жатыр. Алла тілектеріңіз қабыл етсін. Бүгінгі сіздер берген ақ тілек ақ батамен шәкірттеріңіз одан да қатты өркендеп, әлем танитындай атпала азаматқа айналсын дейміз. Енді осы шәкірттердің атынан енді шапан жабуға да мүмкіндік бар. Бірақ мына үй шаруасында күнделікті үй тұрмысында қажетті заттармен көмкелейік. Бұл кеш басқа кештен өзгеше болсын деп бір қол соғып қояйық. Арнайы сіздерге осы шәкірттерім берген деп Құдай қаласа қолдарыңызға алып бір суретке түсіп алайық. Құдай қарап түсіп. Мақұл ма? Бірдей қарайық. Рахмет. Дастарханның төрінен түспеңіздер. Ләйім осы шәкірттердің жайған дастарханында сіздер тек тілек айтып қуануға Құдай жазсын дейміз. Айтбек ағай мен Қалдыкүл апайдың ғұмыр жасы ұзақ болып, бағанағы айтқан жарты ғасыр өткесінде бас қосуға көздеріңіз куә болсын дейміз. Енді білесіздер, бағана Қалдыкүл апай айтты,
қаншама шәкіртім осында бірі елге қызмет жасап жатыр, бірі кәсіпкер болып жатыр, бірі сол өздеріңіз білетін Қалдыгүл апай, мынау Айдар деген шәкірттеріңіз қазір мықты асаба. Қазақта сөз бар, әкім бір ұлттікі, асаба бүкіл жұрттікі деген. Қазір таңдайына тәңір ұя салған, талайдың тойын жақсылығының жаршысы болған Қалаберді бүгінгі 20 жылдан кейінгі өздерінің сыныптастарынан шыққан керемет барлықтарыңызға арнап жігітке жеті өнерді аз деген асабалығы бір төбе, ән салатын өнері бір төбе, жақсылыққа ниеттес, қуанышқа тілектес, өзі қара, іші ақ, Майк Тайсонмен светтес, сырты қараның іші ақ болады деген. Өлең айтсын ба, қайтсын ба? Бірақ енді ызасын келтірмесе ит те үрмейді деген. Шабала құрып шабып берейік. Осы 3 кластың бірінен түлеп ұшқан алдарыңызға Айдар Жұматай ән салады. Астайын ба? Астайын ба? Үлгіреміз ба? Ал кеттік онда. Ас бізді күтпесін, ол себебі суық қалады, біз асты күтейік. Айдардың әдемі әні жақсы тілекті жақсы әнге жолдатайық. Қабыл алыңыздар, қол соғайық, шапала құрайық, Айдардың әдемі әніне құлақ салайық. Бәрекелді, ол жеке рахмет, Құдай қаласа. Иә, Алланың нұры жаусын. Мен класстастар, құрдастар айқай-шу естілмейді. 87-лер қайда? Ал енді осы керемет әнімді 86-дан келіп отырған, осы ағаларымызға, 88-ден келіп отырған әнлі бауырларымызға, және де барша тайғылында тепсіп өскен достарымызға арнайы арнадым. Қолдарыңыз әнде, құлақтарыңыз әнде болсын, ауызды майлап, көңілді жайлап отырыңыздар. Кетім аястыра. Қуаныш көтір, колонкадан. Armanda, kanatlı, gönül
Енді анау арнайы ас дайындап, дәм дайындап, дәрежелеріміз көтеріп жатқан түлектердің алғашқы дәмі дайын болған екен. Әдемі астаумен қазақтың ұлттық тағамы еліп келе жатыр, қарсы алып қойыңыздар. Ас сәтті, өмір мәнді болсын. Қабыл алыңыздар. Çayrasayın kaneki, az gelip atır, dəm gelip atır. Oturayın, suret kalmayın, az soğuk balar. Suret gelip düşesizler. Келіңіздер, сырттағы 87-ші жылы туылған түлектерге құрмет жасап жатыр. Жайғасайын. Кіріңіздер. Рахмет. Асқа дәмге қарайық, сыртқа шығуды сәл тоқтатайық. Енді осы ас дәмнің үстінде өзі қазақ пен қасқыр ет жеп жатқанда тілек беріп бір бәле сұрақ мазасын алуға болмайды. Себебі қазақ жақтырмайды, қасқыр ырылдайды, шапалақ та ұрмаңыздар, шашырайды бір-бірлеріңізге. Беш бармақ жеп жатсыздар. Енді Айдардың жаңа жақсы әнін тоқтатып, ортасынан бөлгенбіз расында. Енді қазір сол жақсы әнді жүк қылайық, жалғыздық бір Аллаға жарасқан деген осы жақсы әнімізді жүк қылайық деп Айдарға әдемі ән салдырып, бүгінгі келген қонақтарға қонақ кәдесі болсын, қабыл алыңыздар. Қазақша қоя, қазақша айтады, ал кетті. Ағайындар, Құдай қаласа, жалпы айтқанда біз мына қазақ деген халық, ет дегенді бет барма деп тоя жейтін халықпыз ғой. Бүгінді міне алдарыңызға қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ асымыз балтабақпен келіп отыр. Енді осы балтабақтың түбі көрінгенше 5 саусақты батыра жеп отырыңыздар. Ендеше осындағы барша менің достарымның құрметіне Ержан Серікбай ағамыздың әнімен сөзіне жазылған "Көтерейік, кәне достар" деген керемет ән салып берейік. Барлығымыз бірге тыңдайық. Қайырлы астында қосылып айтамыз, жігіттер, қыздар. Alır boşa kılıcı
шығып жүрген бала плюс екенін білдірмей айтып шықты айналайын бір қол салайық. Қолда өне. Аямай қаттырақ соғыңыздан болды. Иә. Енді айналайын, о суретші бала сәл қоя тұрса енем айналайын. Бұлардың да жұмыс оңай емес, қанша сағат бір тесікке қарап жүреді. Тамақ жебасын, қадем, тамақ жебасын. Иә, бүгін енді тойдың адамдары емес, өз-өзін жаппай қалама деген ниеті де бар олардың. Амал жоқ түсінеміз. Бірақ кішкене астанып, дәмденіп, әлденіп басын. Шуламай астан, дәмден алыңыздар, таласпаңыздар. 87 зуала қамыр илепті, Беріктің әйелі айтып отыр. Жетеді, таласпай жей беріңіздер. Ал енді Айдардың жақсы әнін жұққып алайық, астың аяқ әлінде беріліп жатыр. Қабыл алыңыздар, той-той қылассын, ас дәмді болсын. Мына келесі әнді осындағы біздің мына жігіттердің және де қырғыз қызылтақты құлпырған қыздарымыздың мінекей барлығымыз енді бір үйдің отанасымыз, бір үйдің отағасымыз, осындағы барша жастардың махаббаттары мәңгілік, бақыттары баянды болсын деген ниетпен керемет ән салып берейін. Бірге тыңдайық, кетік маэстро.
достым, шынымды айтайын, бұл мынау біздің 20 жылдық кешіміз емес, мен бір жеке концертін беріп кетейін деп сезініп қалдым бар. Бір шапалақ ұрытпайыңыздар. Оның үстіне тегін болғасында кілең баяғы өлеңдерді айтты. Ақшасын төлес, фототитадан жібереді. Рас, Құдай қаласа әлі талай жақсы күндерде қуаныш доспен бөлісу басыңа бұйырсын. Айтар бауырға бір қол соғайық. Енді Қалдыгүл апай, сіздерде біраз болған жолып бағандарыңызға бөлі, тоқтамай атсыздар ғой. Енді қазақ білесіздер, ырымшыл қазақпыз. Біздің әрбір салт дәстүрімізге әлемде қаншама ұлт бар, қаншама ел бар, бірақ біреуі қазақтың салт дәстүр әдет ғұрпына жете алмайды екен. Осы түлектердің класстас қыздар қол көтеріп қойыңыздаршы, қыздар қаяқта отыр екен. Машалла, көбейе беріңіздер, бір қол соғайық. Жартысы қаяқта, жартысы мына жақта, жартысы мына жақта. Класстас қыздар жасаңыздар. Осы класстас қыздарды гүлдей қылып, қол бұртып әкеп отқан бір топ күйеу балдар отыр. Міне, Құдайға шүкір, бір шапалақ ұрып қояйық. Әзір мына 6 келін осы түлектердің арасынан шыққан. Сіздерге бір төс расма 6 келін алып келдер. Бір қол соғайық. Міне, бәріне ақша керек ау деймін, акиматқа дейін жүгіріп кіріп шығып жатыр. Бір шапалақ келіңіздер отырға. Қол соғайық. Жұрттар турап кусок қыла келеді, бұл шынымен. Ені күйеу балдардың ішінде ең үлкені Серік дейді, Сәкен қайықта екен. Сол Сәкеннен бастайықшы. Сәкен бар ма? Соқсы ма үлкені? Ойбай, класстастарыңыз жайын ма, жас көрінді? Бір қол соғайық, қазақ көргені сүйіп бәрі көрінсін. Сәке А-классына ма, А-классына ма, Б-классына кінәлісіз ба? Кінәлісіңіз ба деп бұн ғой. Қайсының ағасы? Ау, по-моему. Оны сізден басқа кім біледі? Мына кісінің жолдасы кім? Машалла. Қол береді екен. Батырдың күйеуі ма? Бәсе, жігіттері мендей қыздары андай болады көресің. Себебі сүттің дегісі қаймақта, жігіттің сұлтаны, қыздың сұлу батыр жайлықта деген. Бір қол соғайық. Марқалы. Бір төсті таңдайсыз, беретіңіз бересіз, сөйтесіз кетесіз. Бір қол соғайық. Күйеу балдар шетінен шығарып, кім не береді бақылаймыз. Мына жігіттердің бәрі бана күнге дейін қарап тұр. Кетті ма Сәкен? Келесі кім? Бір қол соғайық. Келіңіздер шеттеріңіздер. Құдай атолла, милицияда береді екен бұл, милиция келеді. Біреуге алғанын қайын өзіне берейін деп барды. Елден алды, елге бересің. Бір қол соғып қояйық. 1 миллион бер! 1 миллион бер деп атыр әкеліп барды. Бір шапалақ қояйық. Осында Ағнұрдың жолдасы Құдай осыған. Бір қол соғып қояйық. Біреуге әрі осы бір топ жігіттердің ағасы. Таласат. Бұларда А-Б-Б-Б деп бөлініп алған. Әркім өз танысына тұра бермесін. Келесі қайсысы? Келіңіздер, келесі. Айқайламаңыздар. Әркім, бір қол соғайық. Ақ көйлек киіпті 20 беретін сияқты. 20 беретін сияқты. Рахмет, бір шапалақ қояйық. Рахмет. Бүкіл класстас қыздардың ішіндегі ең жағдайы кетіп қалған Мәди дейді ғой, қайсысы?